Еурокубоктерді ел намысын жалғыз қорғап жатқан Қайрат командасы Еуропа лигасының алғашқы плей-офф матчында Андерлехтпен кездесіп 0-3 есебімен жеңілді. Ассаламалейкум қадірменді көрермен, Руслан Бақытжанның спорт жаңалықтары YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бізде жаңа шығарылым, ендеше талқылайтын тақырыбымыз Еуропа лигасында ойнап жатқан Қайрат командасы. Бүгін бізде студиямызда қонақта Соққы және гол және Фонтив YouTube арналарының тұрақты резиденті, дәл осы Қайрат пен Андерлехт матчын тікелей эфирде Қазспорт арнасында жүргізген менің әріптесім, комментатор Әлімжан Асқар. Әлеке, ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам, Русеке, қош келдік. Қуаныштымын, қош көрдік. Баршаңызға сәлем. Өкінішті әрине білдік, Қайрат осылай Андерлехтке қарсы кездесуде бір жеңілуі ықтимал көрінді, бірақ дәл осындай дәрменсіздік болады деп ойлаған жоқпыз. Ендеше бүгін осыны талқылаймыз. Қадірменді көрермен, арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Құрметті көрермен, бізге әрдайым қолдауын көрсетіп жүрген достарымыз сіздерге әдеттегідей кезекті мәрте өз сыйлықтарын ұсынып жатыр. AirPods Pro Max 2 құлаққабын жеңе аласыздар, тіпті біреу емес 10 данасын ойнатып жатыр. Ендеше қазір төменде сілтемесін қалдырып кетем, тіркеліп өз ұтыстарыңызды алып кетіңіздер. Ендеше баршаңызға сәттілік. Ендеше Алматының орталық стадионда өткен матчтың есебін білеміз. 0-3 және голдардың барлығы бірінші таймда соғылды. Енді осындай есеппен жеңілуіне біраз себептер болғандығын атап өтуге болады. Әлеке, енді комментатор ретінде не айтасың осы ойын туралы? Осы ойынды тікелей эфирде жүргіздік, және осы ойынды жүргізу бұйырған уақыттан бері, жүргізесің деп мені Күндізбеге қосқаннан бері ұзақ күтіп жүрдім. Бір қызық матч болса екен деп, себебі Левскийге қарсы екі ойында қиын болды, қызықсыз болды, және екі ойында Қайратта бір мүмкіндік те болған жоқ. Осы Еуропа лигасында Андерлехт Левскийден мықтырақ команда, бірақ бір жиналып, осы ойында сол Левскийден кейін команда бір басқаша ойын көрсетіп, алаңды өртеп, барын салып, жігіттер бір жігерлі, намысты бір ойын көрсетті деген сенім болды. Күттім, Алматыда қалдым осы ойынға бола. Біз Фонтим арнасында подкасттарды астында түсіреміз, жоқ. Алматыда осы ойынды көруім керек, стадионда болуым керек деген шешім қабылдап, осы ойынды ұзақ күткен едім, бірақ өкінішке қарай бастама салысымен екінші минутта гол өткізіп алды. Әрине біз түсінеміз Андерлехттің деңгейі бөлек екен, бірақ бұл Еурокубокта ылғи да сол деңгейі жоғары командалар қарсы ойнайсың, әсіресе мына іріктеудің финалында бізге оңай қарсылас болмайтыны сөзсіз. Сондықтан Андерлехтке қарсы кездесуде Қайрат басқа деңгейлі командаға қарсы өзі де бір бас жоғары ойын көрсетіп, былтырғы мына Селтикке қарсы ойындағыдай бір ерлейме деп ойлаған едік. Арсеналға қарсы ойында жеңіліп қалсақ да, Интерге қарсы ойындарды біз жеңіліп қалсақ та бір жақсы еске аламыз, ол жақсы ойындар болды деп. Бірақ өкінішке қарай мынау Андерлехтке қарсы кездесуді тезірек ұмытқымызға келіп тұр. Өте қиын ойын болды. 3 гол өткізіп алды Қайрат. 3 голды бір таймда өткізіп алды және қызыл қағаз алды. Меніңше мына Қайрат Еурокубокта конференция лигасы бар ғой бізде, алда Еуропа лигасы мен конференция лигасының бір айырмашылығы жоқ сияқты ойнағандай көрінді маған. Қарымта матчта не күтеміз енді? Қарымта матч Рафаэль Радикул Оразбахтин өзі де баспасөз мәслихатында айтып жатыр. Біз ойланамыз деді, себебі Елмайға қарсы кездесу бар. 30-ына мына қарымта кездесу 27-сінде өтеді. Сол негізгі құрамдағы футболшылар бармайтын шығар. Жауабына қарап сондай шешім шығаруға болады. Себебі біз әлі ойланамыз, бұл ойынның маңызы қандай болады екенін ескереміз. Себебі біз үйде 0-3 жеңіліп қалдық. Кездесу қарымта ойын Бельгияда өтеді. Бельгияда 4-0 есебімен жеңіп кету мүмкін емес сияқты көрініп тұр. Сондықтан қарымта кездесуден өз басым еш нәрсе күтіп тұрған жоқпын. Өкінішке қарай осы ойында барлығы бір таймның өзінде шешіліп қойған сияқты. Андерлехт командасы биылғы маусымда Қайраттың қарсыластарының арасындағы ең мықтысы болып тұр ғой. Ең мықтысы. Сутескаға қарсы, Амонияға қарсы кездесулерде Қайрат келесі кезеңге жолдама алды. Амонияның өзі де қиын болды, бірақ ол жақта 11-10 2 матчты да өткіздік, тіпті 11-9 болып қалды. Өте алды. Келесі кезеңге негізі ең дұрыс жол осы Андерлехтке түспей, сол Левскийден өтуге мүмкіндік бар болды. Бізге Левскийден өтіп кеткенде, мына АЕКпен ойнап жатсақ, Еуропа лигасы қалтада деп айтар едік, бірақ Левскийден өту мүмкін емес болды. Мынау қонақтағы ойында соңғы минутта гол жіберіп алдық, ал қарымта кездесу тіпті Түркістан аренада өтті. Бүгін міне Алматыға қайта оралдық. Алматыда онша-мұнша қарсыласқа есе жібере бермейтін Қайрат еді, бірақ бүгін міне бір Қайраттан келесі кезеңге өтейікші, осы Андерлехтті жеңіп кете аламыз деген сияқты мен сенім көрген жоқпын. Шамасы матч алдында
Қайрат Андерлехтен әлсіздеу екенін түсінді және соған бір күн қойған сияқты көрінді. Енді қандай ойын күттік? Біз әлбетте Александр Мартыновичтің жоқ екенін біз жақсы түсінеміз. Ол команданың капитаны, басты күші. Александр Мартынович жоқ кезде Широбоков шықты, Лукас Африка екеуі, ал Широбоковтың қызыл қағазын мен мүлдем түсінген жоқпын. Кәдімгі анау бір кетіп қала салайын жетіп кетіп қалған адам сияқты болды. Алаң ортасына жақын жерде, керек емес жерде ойын тәртібін бұзып, сары қағаз алды, кейін варды қарадым. Вардағы әріптестер кім болды? Стюарт Отуэлл варға жауапты болды. Крис Каванаға айтты, жоқ, бұл жерде қызыл қағаз деп. Широбоков өзі сұранып алған қызыл қағаз бұл. Негізі Александр Мартыновичтің жоқтығы онсыз да біліп тұрған еді. Широбоков орнын бас салмақ түгілі қызыл қағаз алып алаңнан қуылып кетті. Сөйтіп Лукас Африкаға Оксенин көмектесті ортада, кейін Бауыржан Байбек шықты. Әйтеуір біз ортада қорғаныста қатты қиналып қалдық. Және одан бөлек Широбоков бар кезде де, мысалы Тапалов, Мата дегендер доп алады. Допты алғаннан кейін не істейді? Олар ортада жартылай қорғаныстағы Мендонсаға пас беру керек. Мендонсаға немесе Оксенин шабуылды өрбіту керек, сөйтіп ойнау керек қой жартылай қорғанысты. Біз көбейтіп, күшейтіп, сол жартылай қорғаныс кейін Эдмилсонға, Гуальға пас беріп, шабуылды қиындатып, қиыннан қиыстырып бір мүмкіндік табамыз ба деп ойлаймын. Жоқ, ортаны толық тұсап тастады. Ортада мынау қарсылас команданың ортасын біз жабуымыз керек. Мысалы, Амбросқа, Кана, 55-ші нөмірлі Кана болды. Екі Кана, біреуі Марко Кана, бельгиялық 55-ші нөмірлі Кананы біз сол доп алмайтындай ойнауымыз керек еді. Керісінше біздің жартылай қорғанысымыз жоқ болды. Мысалы, мен бүгінгі ойында мүлдем байқамадым сол Мендонсаны. Амония қарсы кездесуде жап-жақсы ойнап еді, бүгінгі матчта мүлдем көрінген жоқ. Одан кейін Гуаль әйтеуір тырысып бағып жүр, бірақ жоқ та, мысалы қорғаныста доп алады, алға Эдмилсонға береді, Эдмилсон Гуальдар бір нәрсе істеп көреді, қолдан келмейді. Сөйтіп, керісінше біз қолдану керек тактиканы Қайратқа қарсы қолданып жіберді. Және осы Андерлехтке қарсы кездесуде Қайраттың футболшылары жоғары прессинг жасап, допты тартып алып, осы қорғанысты қарсыластың қорғанысынан жартылай қорғанысы арасында байланысты үзіп тастап, сөйтіп өнер көрсете ме деп едім. Жоқ, бүгінгі ойында бір кәдімгі Қазақстан премьер-лигасының бір кәдімгі турына шыққан сияқты бір әсер болды. Мынау Еурокубок, біз намыс, жігер көрсетуіміз керек. Осы Андерлехтен өтіп кетейікші, көрсетейікші, мынау Левскийден кейінгі хейтерлердің аузына қақпақ болайықшы деген сияқты футболшылардан бір ойын көрген жоқ. Енді Широбоков кеткен кезде соның өзінде есеп 0-2 болып тұрған. Сол кезде мәселе шешіліп қойғандай көрінді. Өйткені жылдам голдан кейін Қайрат командасының ойыншылары біраз шашылып қалғандай болды. Голдар да сосын андай бір айтатын голдар да емес. Мысалы, екінші минут енді басталды, Анарбеков бұрыштан келген допты қайтарам деді, жоқ, доп Оксениннің аяғына тиіпті, қақпаға еніп кетті. Оны басында франциялық футболшы Бьонкен салды деп көрсетті, бірақ көрініп тұр ғой, автогол Оксениннің аяғына тиіп тұр. Ондай голдар автогол болып есептеледі, сондықтан УЕФА өзінің сайтында реттеп қояды, оны автогол деп көрсетеді, ол әңгіме жоқ. Автогол болды. Екінші сәт Гуаль болды, ортаға қарай пас береді, Лукас Африка жоғары көтеріліп кетті. Сосын допқа қарай жүгіріп бара жатты да, ой, жете алмайын бетті, артқа мен қорғанысты ойлауым керек деп артта қорғаныстағы функциясын атқара бастады. Дұрыс та шығар, енді артқа қайтып қорғаныста пас бермеу үшін Лукаш Амбростың алдын тежеуіміз керек, пас беретін мүмкіндіктер қалдырмауымыз керек деген кезде қайдан ешқандай пас берген жоқ, алыстан тебе салды, Анарбеков дайын болған жоқ, есеп 2-0. Сосын Оксенин ортада сол Широбоковтың орнына сол ортада шабуылды тоқтатамын деді, доп бұрыштамаға кетті, үшінші бұрыштамада әшейін жүріп гол салып жатыр Сикан, украиналық футболшы. Сонда бір төк андай бір кімдерде Андерлехте ойлап жатқан мә рахат болды мынау. Ұшып келгеніміз енді қиын болған шығар, алыста жол болып, бірақ матчтық бізді шаршатқан жоқ деп сөйтіп ойлап. Эконом режимде ойнаған сияқты Андерлехт командасы. Екінші тайм 11-ге 10 ойнады. Екінші таймда көп гол салып тастап бәрін шешіп тастауға болады еді, бірақ енді Қайрат қорғаныста сенімдірек ойнады. Сөйтіп шабуылдарын тоқтатты. Анарбеков те қателескен жоқ, үзіп жатты шабуылдарын. Екінші тайм кәдімгі бір жолдастық ойын көрген сияқты болдық. Рафаэль Оразбахтин айтты ғой матчтан кейін, негіз біз екінші таймда жақсы ойнадық, және екінші таймды қалай ойнасақ, біз бірінші таймда матчтың басынан бастап солай ойнауымыз керек еді негізі, бірақ өрескел қателіктер жіберіп қойдық. Қазақстан чемпионатында мұндай қателіктер араға ойын салып, жағы 2-3 ойыннан кейін осындай бізді жазалап жатса,
Еурокубоктерде мұндай қателік үшін бірден жазалап кетеді. Бәлкім сол деп маусым айтты. ұзақ болғаннан кейін ба, Чемпиондар Лигасында былтыр ойнағаннан кейін ба, бір эмоция тұрғысынан жігіттерде таусылып қалған шығар енді қайраттың футболшылары. Сондықтан бүгін бір Еуропа Лигасының іріктеуінің финалы деген әсер болған жоқ та, сондай сезім болған жоқ. Кәдімгі бір айтып отырмын ғой, жаңа Катардағы ойын. Ал чемпионатта әрине Қайрат қателесіп қалса, ол қателікті қарсылас кешіретін жағдайлар көп болады. Бұл жолы Еуропа қандай екенін, Андерлех қандай екенін көрсетті. Бұл жағынан дұрыс айтып жатыр Рафаэль Радикул Оразбақ. Жоржиньоның жоқтығы түсінікті, маусым соңына дейін ойнамайды, оны жоқ деп айтуға болады. Ал енді Дастан Сатпаевтың кеткендігін біз жақсы білеміз, оны командада өте жақсы білді ғой, ертең жағы маусымның ортасында кетеді деп. Сол кезде оның орнына сол Дастан Сатпаев сияқты матчын тағдырын шешетін, қорықпайтын, айбалаң сыртынан алыстан ұялмай тебетін бір ойыншылар іздеу керек еді деген ой келеді. Өйткені былтыр Дастан сіз Қайрат қандай еді? Дастан мен Қайрат мүлдем басқа болатын. Сондай бір ударник, бір ойыншы керек еді негізі. Бұл жерде енді оның рөлін қазір кім атқарып жатыр? Гуаль ма? Енді Марк Гуальды біз жамандай алмаймыз. Әйтеуір Қазақстан премьер-лигасы деңгейінде Қайратты күшейтіп жатқан футболшы. Еурокубокта да Амонияға қарсы кездесуде тәуір ойнап, бүгінде тырысып жатқан өзі техникасы бар испаниялық футболшы осы Марк Гуаль. Оған мен ешнәрсе айта алмаймын. Бірақ жалпы команда ретінде жаңадан келген футболшылар өкініштісі күшейткен жоқ қой. Енді Еурокубок соған дәлел болып тұр. Финляндиядан келген футболшылар Юккола мен Оксенен жаман трансферлер емес, тәп-тәуір ойнады. Бірақ былтыр мысалы осы Израильдің футболшылары Офри Араттар қалай ойнаған еді, және қорғаныста Мартинович пен Сорокин болды. Бүгін міне Лукас Африка мен Широбоков екеуі қорғанысқа жауапты болды. Дастан Сәтпаев жоқ, Марк Гуаль. Команда күшейген жоқ. Ал былтыр Чемпиондар Лигасында ойнағаннан кейін іріктеуді өтті ғой. Бірақ іріктеуде мысалы біз Слованнан пенальтиден өттік, одан кейін Селтикте де пенальтиден өттік те, жалпы кезеңге шыққаннан кейін пафоспен ғана ұпай жинадық. Бір Қайрат Чемпиондар Лигасының дәмін сезгеннен кейін биыл күшейтіп тағы да соған шықсақ екен. Іріктеуді былтырға қарағанда сенімдірек өткізіп, жалпы кезеңде ұпай жинасақ екен деген мақсатпен бір трансферге қаражат жұмсап, одан да қатты күшейе ме деген ой болды. Бірақ күшейген жоқ. Енді міне шамасы конференция лигасында ойнады осы маусымда. Енді конференция лигасы деп айта берсек болатын шығар. Әрине бір жағынан ерте, бірақ енді сену де қиын да. Ертең жағы 3-0 есебімен жеңіп, экстра таймға апарып, немесе негізгі уақытта 4-0 жеңеді деген өздері де қазір сенбей отыр ғой. Қазір елімай туралы әңгіме айтылып жатыр деген сияқты. Конференция лигасында да осал қарсылас жоқ қазір негізі. Жалпы Еуропада осал деген әңгіме жоқ қой қазір. Конференция лигасында бізде енді плей-оффқа шығатын мүмкіндік бар ма кейін? 6 ойын болады ғой. Әрине конференция лигасында плей-оффқа шығатын мүмкіндік болады. Конференция лигасының жаңа форматын Астана өнер көрсетті ғой. Иә. Астана сол Пафосқа қарсы кездесуде жеңіп біткенде плей-оффқа шығатындай жағдай болды ғой. Олар анау сырт алаңдағы ойындарға екінші құрамның футболшыларын жіберіп жатты да, сөйтіп ұпай шашып алдық. Әйтпесе конференция лигасында бір 7-8 ұпай жеткілікті болып жатты плей-оффқа шығатын. Біз енді шығып алайық, қарсыластарды көрейік. Плей-офф жайлы әңгіме айтып жатамыз. Бір плюсы бар конференция лигасының. Жалпы негізі менде Еуропа лигасына бір қатты вау дейтіндей бір турнир емес қой ол. Конференция лигасының бір плюсы 6 командаға қарсы ойнайсың да, Қайрат кішкене бір демалып алу керек. Бір маусым аяқталуы керек. Себебі Еуропа лигасына шығып жатса, камбэк жасап, тағы да 8 ойын болады да, Чемпиондар лигасында тағы да біз қаңтарда ойын өткіземіз. Содан кейін ақпанда жаңа маусымға дайындық басталып кетеді. Наурызда Қазақстанда жаңа маусым. Өткен маусым аяқталған жоқ қой Қайрат үшін. Сондықтан эмоция тұрғысынан футболшылар бір бұрынғыдай бір жармай демалып алу керек қой. Таусылықта қалған сияқты. Рафаэль Оразбақ де оңай емес қой. Мысалы ол өткен маусым аяқталған жоқ, Чемпиондар лигасы бар, чемпиондыққа талас бар. Биыл да 3-ші маусым қатарынан чемпион атану үшін таласады, күш жұмсайды. Сондықтан конференция лигасына түсіп жатса, мынау желтоқсан болмай маусымда аяқтап, келесі маусымға жақсылап бір дайындық жүргізуге болады деп отырмын. Жалпы енді қысқа нұсқа Қайраттың осы маусымдағы Еурокубоктердегі ойынына қандай баға бересің? Комментатор ретінде, жанкер ретінде. Енді минимум жоспарды орындап тастады команда. Сол негізі Қайрат минимум жоспар ретінде конференция лигасының жалпы кезеңнің бір мақсат ретінде қойды ғой. Бірақ бұл андай бір конференция лигасының бірінші іріктеу кезеңінен бастап финалда бір қарсыласты қапы қалдырып, сөйтіп шығып жатса,
қуаныш сыйлайды еді. Мысалы Тобыл Партизаннан өтіп, одан кейін Хетафемен ойнап, жеңіп бітсе, вау, күшті деп. Ал бұл жерде Қайрат эмоция болатын еді, конференция лигасына шығып жатқан жоқ, ұшып кетіп жатыр ғой шындығында. Бізде өте керемет мүмкіндік, сол Левскийге қарсы кездесулерде жеңіп біткенде, аяқпен өткенде, мен осы маусымда да браво, Қайрат былтыр Чемпиондар лигасы, биыл кемі Еуропа лигасы өте сәтті маусым деп айтатын едім. Рахмет, былтырғы эмоциялар үшін күшті болды. Мен Қайратқа қарсы бір жеңілген кезде жұдырық болып бір жамандағым келіп тұрған жоқ. Өткен маусым Чемпиондар лигасында тарихи болды. Реалға қарсы ойын, Арсенал, Интер деген сияқты. Биыл енді конференция лигасы деп жатырмыз. Бірақ сол конференция лигасына шыққаннан емес, ұшып кеткеннен кейін бе мен оны бір конференция лигасы да жақсы ғой, соған шүкір етейік деген әңгімеден аулақпын. Бар конференция лигасы көрейік, ол жақта плей-оффқа шығу мақсатын қойсын Қайрат, сөйтіп ол турнирде де бір жақсы болса екен. Бірақ шындығында кім көретін турнир ол конференция лигасы деген мысалы. Дегенмен де Қазақстанның командалары үшін бұл әжептәуір жетістік деп ойлаймын. Қазақстанның командалары жыл сайын ойнап жатқан жоқ қой жақта. Бірді-екілі командаға ойнады ғой. Қайрат осыған дейін ойнады топтық кезеңде. Қайрат бірақ Чемпиондар лигасының дәмін сесіп қойғаннан кейін енді әр маусымда сол Чемпиондар лигасына шығатын команда ретінде мақсат қойды. Ол үшін команданың бюджеті жыл сайын өсіп отыру керек қой. Иә, бюджеті, трансфері, айлығы, бапкердің айлығы, штаб көбею керек, бапкердің аналитик көмекшісі болу керек, СММ бүкіл жағынан Чемпиондар лигасында ойнайтын команда ретінде сондай сезінуіміз керек та Қайратты. Бірақ өкінішке қарай былтырдан кейін Қайрат күшейді деп айта алмаймын. Бірақ сол конференция лигасына шығып отыр, енді конференция лигасының плей-оффына шығып сөйтіп бір мақсат қоймаса, әйтпесе Қазақстанның чемпионы конференция лигасына шығуды маусымдағы орындалған мақсат демесе екен деймін мен мысалы. Өте орынды атап өттің. Егер де Тобыл немесе Елімай командасы Астана бірінші раундтан бастап, екінші раундтан бастап Тобыл сияқты плей-оффқа шығып конференция лигасының жалпы кезеңіне шықса, бұл үлкен жетістік болар еді. Бізде жалғыз команда бар, ол Астана. Сөйтіп бірінші раундтан бастап плей-оффта бір жеңіп шығып түбі Челсимен ойнаған маусым есімізде. Қайрат бұл жағдайда конференция лигасында ойнаған менде бұл енді жұбаныш турнир деп айтамыз. Былайша айтқан кезде кішкене енді Еуропа лигасынан шығып қалдық деген сияқты, Чемпиондар лигасынан шығып кеттік деген сияқты. Сондықтан да әртүрлі қарауға болады бұған, бірақ бұл турнирде негізі Қайрат үшін үлкен тәжірибе алып болады. Исмаил Бек болады, Азамат Тұяқбаев деген балаларға кәдімгідей мүмкіндік. Рейтинг әкеледі. Иә. Рейтинг УЕФАда рейтинг қанша дегенмен де бұл Еурокубоктегі ойындарын көбейтеді деген сияқты. Сондықтан да енді 3-0 есебімен жеңіліп қалдық, жарайды, бірақ расында енді жыл сайын бюджетті қосып өсіріп отырмасаң, сапалы мықты ойыншыларды жинап, былайша айтқан кезде деңгейіңді өсіріп отырмасаң, бір бюджетпен, мысалға алайық, бір 10 миллиондық бюджетпен жылда Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне шығу өте қиын жағдай. Енді қазіргі уақытта мүмкін емес, өйткені футбол бір орында тұрмайды. Иә. Андрлех бүкіл тұрғыдан мықтырақ болды. Бүгін бүкіл футболшылар жеке-жеке әр шепті алатын болсақ, қақпашы Кошеманс деген команданың капитаны, тәжірибелі қақпашы, оны бір қатты мазалаған жоқпыз ғой, екі бір мүмкіндігіміз болды. Жақсы ойын өткізді. Қорғаныста франциялық футболшыларына Бьянко мен Петровике ойнады, оларда бір қатты көп жұмыс істеген жоқ. Лука Шамброс үздік футболшы атанды, 3 голға да себепкер. Бұрыштамадан 2 рет көтеріп берді, өзі алыстан гол салды. Сикан, Цветкович дегендер сөзсіз мықты. Мынау 17 жастағы футболшы ойнап жүр, Нгакана деген. Демек, бұл футболшылар әлі Андерлехтен де кетіп басқа бір чемпионатта өседі деген сөз. Себебі Цветкович 19-да, Нгакана 17-де 2 қапталда ойнап жүрген футболшы. Бұл команда өткен маусымда Еуропа лигасында ойнап, ұшып кетіп, конференция лигасының плей-офф кезеңіне шығып, аяқпен кездесіп ұшып кеткен екен, яғни жалпы кезеңге шыға алмай қалған. Биыл енді команда оның алдында бірақ конференция лигасы ширек финалына шықты. Иә, одан бөлек өткен маусымда 4-ші орын алған команда ғой, Бельгияны ойлап көріңіз. Бельгия чемпионатының 4-ші орын алған командасы Еуропа лигасында Қайраттың қақпасына әшейін бір таймда 3 гол соғып бастады. Оп-оңай соғып бастады. Жеңіліп қалғаннан кейін әрине бір рахметі жоқ адамдар құсап, былтырғы маусымды ұмытып кетіп, деп жамандай беруден аулақпыз. Бірақ былтыр мысалы сол жеңілген матчтарды еске түсіріп жатырмын да, мысалы Арсеналдан жеңілген кезде, Интерден жеңіліп қалған кезде, біз бәрібір жанкүйерлік мәдениетіміз өскеннің бір көрінісі да, жеңіліп қалды ғой деп жамандаған жоқпыз. Қандай күшті ойнады, бірақ жеңіліп қалды, бұйырмады. Копенгагенге қарсы кездесуде де барын салды жігіттер, жеңіліп қалды. Бүгін барын салған кімді айта аламыз мысалы? Енді Андерлех қой, мықты қой, барын сал, жігіттер өкпе-реніш жоқ деп айтатындай емес та. Бұл жерде тек сол ақтаудан жігіттер шаршап қалды. Ұзақ маусым аяғы
аяқталған жоқ. Бірақ мен де андай бір кейс бастап, жоқ, Радикул Рафаэль Оразбақтың кетуі керек дегенді де мысалы қолдамаймын. Шынымен де 2 дүркін чемпион, чемпиондар лигасына шығарды, биыл конференция лигасы, тағы да чемпион атануы мүмкін. Сондықтан бапкер ретінде Қайраттың тарихындағы үздік бапкер болып тұр, оны мойындауымыз керек. Бұндай матчтарда болып тұрады. Дегенмен өкініштісі Қайраттың бірандай Рафаэль Оразбақтың кезіндегі ең нашар іріктеудегі ойыны осы болды. Бір команда болып жеңілген жоқ та. Әркім ойнау керек, осы ұшып кеттік қой, енді қоя салайықшы дейтіндей ойын болған жоқ та. Енді ұшып кеттік, ойнау керек, амал жоқ деген сияқты. Әйтпесе былтырғы іріктеуде мысалы Олимпия Люблянадан бастады, 1-1, 2-0. Одан кейін Купс 0-2 жеңіліп қалды, бірақ үйде талқандап тастады, бірінші таймда 3-0 жасап тастады. Слован Селтиктен өтті, одан кейін жалпы кезең енді ол жерде айтуға болады, мүлдем басқа деңгей деген сияқты. Осы жолы да Сутьесканы өтті, сосын Амония енді 2 ойында жеңді, Левскиден жеңіліп қалды. Енді келді Андерлехт 3 гол, мысалы 3 гол. Сонда ешкімнен өткізбеген ғой 3 гол. Оразбақтың бірінші рет өткізіп тұр ғой іріктеуде. 3 гол дегенде бірінші рет өткізіп тұр Оразбақтың кезінде команда. Өкінішті, және білдік жеңілетінін, бірақ тура осылай жеңіледі деп ойлаған жоқпыз. Сөйтіп жеңіліп қалып жатыр. Енді шамасы енді бір 99.9% бір ғажайып болып кетпесе, оған қоса Қайраттың өзі сеніп тұрған жоқ сияқты, менің ойымша жастарды көбірек апаратын сияқты. Осы бүгін қосалқы құрамға қараймын, бүкіл қазақстандық футболшылар. Оларда мысалы күшейте алатын бір қосалқы құрамнан шығып ойынды күшейтіп жіберетін бір ойыншы да болған жоқ та бүгін мысалы. Сондықтан оларға көбірек мүмкіндік беріледі деп ойлаймын қарымта ойында. Ал жалпы негізі бір ел болып, бүкіл бәріміз бірігіп, сол жағдайда жасалып жатқан жоқ та. Мысалы, сол концертті қайта-қайта еске түсіріп жатырмын да, андай болды. Қарай салуға болатын еді, мен ау күні Қайратта чемпиондар лигасының матчы бар ма еді өзі деген сияқты. Сол Кенни Уэсттің концерт қойып жатқанда. Ондай да болған жоқ қой шамасы ше. Кенни Уэст осы күні келе алады, болды деп стадионда келісіп кетті да. Кенни Уэст үшін ғана жұмыс істеді ғой байқасаң. Иә, мысалы Кенни Уэст маңыздырақ бізге. Енді маңызды да шығар, кім біледі. Бірақ чемпиондар лигасында о күні Қайраттың матчы бар, біз мына күнге концерт қоя алмаймыз дейтін бір адам болды ма мысалы сол концерт ұйымдастырушылар тарапынан, әкімшілік тарапынан болған жоқ қой. Өздері біледі Қайрат бір нәрсе істейді. Немене ол футбол ғой деген сияқты. Сол немене ол футбол ғой деген бізде отношение бар кезде осындай болады да. Әйтпесе жоқ, қайдағы концерт, қайдағы не? Қайрат чемпиондар лигасына шығу керек, біз бүкіл жағдайын жасауымыз керек, Қайратқа не көмек керек? Бүйтейік, сөйтейік деп бір тыпыршып тұрған адамдар да жоқ та. Қайрат та бір шыға алмайды сөйтіп. Кім біледі, бәлкім Левскийді өз үйімізде Алматының стадионында жеңіп кетуге болатын беді. Андерлехтен оңайырақ болады. Иә. Сол, мен білмеймін. Алматыда біз жеңе алатын беді, жеңе алмайтын бедік. Бірақ Андерлехтен оңайырақ болатын еді. Ары қарай АЕК оны өттін, чемпиондар лигасы өтпеді, Еуропа лигасы деген сияқты бүгіндей масқара ойын көрмейтін едік. Иә, бұл жерде ағаттық осы жерде де болуы мүмкін. Өйткені расында Түркістанда өтті ойын. Ол енді Қайраттың туған стадион емес қой, өзінің күнде ойнап үйреніп қалған. Дегенмен де Түркістанның халқына алғыс айтты Қайрат командасы, жанкүйерлерге, тұрғындарына, стадионның басшылығына. Бірақ Қайрат сапалы газонда ойнап үйреніп қалған. Түркістанда газонды көрдік. Алматыда бүгін газон концерттен кейін сарғайып. Реал Мадридтің ойыншыларының өзі орталық стадиондағы төсенішті жоғары бағалап кеткен бір кездері, былтыр келген кезде. Сондықтан да расында Крискаваны таңғалып қалған жоқ. АПЛ-да жүрмін ба деп. Пафосқа келген кезде зор еді ғой. Иә, расында осындай бір факторлар Қайраттың Еуропа лигасының түсіп қалуына, Еурокубокта ұсақ тектер болмайды. Ресеппен жеңіліп қалуына септігін тигізді. Әрине, сен чемпиондар лигасына ұшып кеткеннен кейін сенің көңіл күйің де басқа болады деген сияқты жақсы адам тез үйренеді ғой. Сондықтан да чемпиондар лигасы биыл болмайды, тіпті Еуропа лигасы да болмауы мүмкін. Ендеше Әлеке, уақытыңды бөліп, матчтан кейін бірден студиямызға келіп, өз пікіріңмен бөліскеніңе алғыс айтамыз. Ал қадірмен көрермен, жалпы Қайраттың биылғы маусымдағы Еурокубок жолы туралы не айтасыздар? Жалпы бүгінгі ойында Андерлехтен ресеппен жеңілгеніне қандай факторлар әсер етті? Өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар, арнамызға жазылып
лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Иә, Русеке, мен де сөз соңында сізге рахмет айтамын. Осылай шақырып матчтан кейін пікір білдіруге мүмкіндік бергеніңіз үшін. Және құрметті көрермен, сіздер де Руслан Бақытжан арнасына міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Бір жарнама жасап жүрсем бола ма осы жерде? Жақсы. Мархаба. Соққы және гол арнасында ағылшын премьер лигасы мен Ла Лигаға превью шығады. Оны міндетті түрде көріңіздер. Тамаша. Көп рахмет, сіздерге де рахмет. Рахмет.